Менің атым Ерсайынова Амина. Мен 3 А классында оқимын. Осы кітапханада «Жеті қарға» деген ертегіні оқыдым. Ол бір адам туралы. Бір адамның 7 ұлы болыпты. Ол өз ұлдарын жақсы көріпті. Бірақ қызы туып дейді, туғанын тілейді. Сол кезде анасы бір күні жүкті болып, қызды дүниеге әкеліпті. Енді қызына шоқындыру үшін су керек болды. Әкесі 7 ұлын су әкелу үшін жұмсады. Сол кезде ұлдары құдыққа барып су алайын дегенде құмыраны түсіріп алды құдыққа. Сол кезде олар әкесінен қорқып үйге келмеді. Әкесі ашуланып, ұлдары үйге келмеген үшін олар қарғаға айналып кетсін дейді. Сол кезде үйге кірсе, 7 қарға кіріп, үйін аралап кет қалды. Жалғасын білгіңіздер келсе, 7 қарға кітабын оқыңыздар.